Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін пайғамбарымыздың үлкен сүннеттерінің бірі болған осы тіс тазалайтын мисуак жайында қысқаша айтамыз. Енді мисуак пайғамбарымыздың үлкен сүннеттерінен болады. Соған байланысты пайғамбарымыздың айтқан хадистерінен бастай берейік. Пайғамбарымыз өзінің хадистерінде айтады: мисуак қолданып оқыған намаз мисуаксыз оқыған намаздан 70 есе артық дейді. Жәбірейіл алейхиссаламның мисуак қолдану туралы көп айтқаны соншалықты, мисуак қолдану фарыз бола ма деп қорықтым деген екен пайғамбарымыз. Одан кейін, егер үмметіме қиындық бермейтінін білгенімде, әр намаз үшін дәрет алуды және әр дәретке мисуак қолдануды әмір еткен болар едім. Бұл енді Бұхари Муслимде келген екен. Түнгі намаз үшін тұрған кезде тістеріңді мисуакпен тазалаңдар. Өйткені бір періште намазда Құран оқығанның аузына жақындап тыңдайды деп айтты дейді. Хазірет Дайламиден келген екен. Және пайғамбарымыз ауыздарың Құранның жолы, мисуакпен тазалаңдар деп айтты дейді. Пайғамбарлардың 5 сүннеті: ұяттылық, жуастық, қан алдыру, яғни хижама жасау, мисуак және әдемі әтірлерді себіну. Имам Табараниден келген екен. Мисуак еркектің сөйлеу әдемілігін арттырады деп айтты дейді пайғамбарымыз. Және де мисуак ауызды тазалайды, көздің көруін жақсартады, тіс еттерін күшейтеді, тістерді ағартады және құрттауының алдын алады. Ас қорытуды жеңілдетеді, асқазанның жұмысын жақсартады, қақырықты кетіреді, жақсылықтарды арттырады. Мисуак қолданған адам Алла тағаланы разы етеді, періштелерді қуантады дейді. Осыған байланысты айтса кетсек, мынау Германияның медицина саласында оқып жатқан студенттерге мисуакпен тіс тазалауды ұстаздары сондай қатты дәріптейді екен. Өйткені себебі мисуакпен тіс тазалайтын халықтардың көбісі асқазан, ішектің ауруларымен, соның ішінде қатерлі рак ауруларымен ауырмайтынын Германияның медицина ғалымдары дәлелдеген екен. Мисуактың енді 30-дан астам пайдаларын айтқан ғұламалар, қазіргі енді заманауи ғалымдар 25 пайдасы бар деп айтып жүр екен. Исламдық ғалымдардың айтуы бойынша мисуак ауызды тазалайды, көзді нұрландырады, ауыз иісі мен ластықтарын кетіреді, тістерді ағартады, тіс еттерін бекемдейді, асты қорытады, қақырықты тоқтатады, намаздың сауабын арттырады. Құран кәрімнің жолы болған ауызды тазалайды, ауыз иісін жақсартады, әдемі сөйлеуді реттейді, асқазанды күшейтеді, шайтанды ренжітеді, сауаптарды көбейтеді, өтті азайтады, бас тамырларын жақсартады, ауруын басады және рухтың шығуын оңайлатады дейді. Яғни адам баласының дүниеден өтетін кезде жан тапсыруын оңайлатады дейді. Имам Азам Хазірет мисуак қолдану үлкен сүннеттердің қатарынан деп айтқан екен. Және де мисуак қолданудың көптеген пайдаларының бірі, адам өлер шағында кәлима шахадатты еске түсіруге, имам мен жан тапсыруға себеп болады деп ғұламаларымыз айтқан екен. Сонымен қатар Американың ғалымдары мисуак ауыз қуысында болатын барлық микробтар мен бактериялардың 80%-ын өлтіріп, тістің құрттауының алдын алып, қызыл иектің беріктігін бекітеді. Ол 2 тәулік бойы әсерін жоймайды деп айтқан екен. Сонымен қатар мисуак ауыз қуысы тістің қызыл еті менен тістің арасындағы биологиялық белсенді нүктелерге де әсер етеді. Бұл нүктелер 5 сезім мүшелерінің нүктелері, яғни құлақ, көз, мұрын, тіл және жұтқыншақ. 28 арқа жүйесінің жалпы алғанда барлық ішкі органдардың жұмысын реттеп отырады. Мисуактың химиялық құрамында дубил қышқылы, сода бикарбонты, целлюлеза, эфир майы, алкалиоттар, минералды тұздар, фторлар және кремний, с дәрумені, сапониндер,
стирол, флавоноидтар, триметиламин деген сияқты көптеген жаңағы заттардың тіске және ауыз қуысына тигізер пайдалары орасан зор. Бұл түрлі аурулар мен қабынулардың алдын алады және сақтайды екен. Мисвак дәрумендерге өте бай ағаш. Оны қолданған адамда скарбут, яғни цинга деген ауру болмайтынын айтқан екен ғалымдар. Жалпы бұрынғы еммен айналысып жүрген кісілерде осы асқазан, өт, ұйқы безі ауруларына осы мисуакты ауызға әлі салынбаған мисуакты сатып алып, оның сыртқы қабығын аршып, суға бір күн салып қойып, соның суын ішіп, сонымен емделетін сондай дәстүрлер болған екен, тәжірибелер. Сол себептен осы мисуактың адам баласына күнделікті өміріне, тазалығына, денсаулығына беретін пайдалары, жаңағы намаз, ғибадат құлшылықта жаңағы сауаптарын арттыратын пайдалары, адам баласы дүниеден өтерде иманын айтып, мұсылман болып өтуге себепкер болатын осындай пайдалары бар екен, құрметті ағайын. Бұл алдымызда тұрған, көріп отырғандарыңыз, бұл енді тіс тазалайтын жаңағы паста. Бірақ бұның ішінде жаңағы мисуактың құрамы қанша екенін оны енді біз біле алмаймыз. Сондықтан шамаларыңыз келсе, осы мисуактың өзінің кәдімгідей ағашын тауып алып, сонымен тіс тазалағандарыңыз өздеріңізге пайдалы болады. Жалпы біздің ұстаздарымыздың айтуы бойынша осы тісті тазалаған кезде қыблаға қарап отырып тазалаған, содан кейін жаңағы пайғамбарымызға іштен жаңағыдай салауат айтып отырып тазалаған өте абзал болады екен. Сонда шипасы да күшті болады екен, сауабы да күшті болады екен. Өздеріңіз білесіздер, пайғамбарлардың ұстаған заттарының барлығы қасиетті болады. Мұса алейхиссалам жаңағы өзінің таяғына сондай құдірет салды, теңізді бір ұрып, жаңағыдай ортасынан екіге бөліп, өзіне сенген үммет болған кісілерді Фирғауынның армиясынан өткізіп аман-есен алып қалды. Сол сияқты пайғамбарымыздың да осы қолына ұстаған заттар сондай қасиетті болады. Соған сеніп, пайғамбарымызға салауат айтып, үміт қылып істесеңіздер, иншалла, ауруларыңызға шипа болады, оның сыртында ғибадат құлшылықтарыңыздың сауабы артады. Баршамызға пайғамбарымыздың жолынан таймай жүруге Алла тағала нәсіп айлаған болсын. Тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Бізге лайк басып тіркеліп қойсаңыздар, иншалла, алдағы уақытта шамамыз келгенше тағы да осындай пайдалы әңгімелерді сіздерге баяндап беретін боламыз.